Барлықтарыңызға сәлем. Әдеттегідей сіздердің ұстаздарыңыз Нұрғазы Сәрсенбекұлы болады. Бүгін біз сіздермен квадраттық, яғни жоғары дәрежелі, сонымен қатар бөлшек рационал теңсіздіктерді қарастыратын боламыз. Бұл екеуі екі бөлек тақырып, бірақ екеуін біріктіріп біз біріктіруді жөн көрдік. Неге? Өйткені бір-біріне деген ұқсастықтар өте көп болып табылады. Ең бірінші қарапайым дүниеден бастайық. Квадраттық теңсіздіктер. Яғни ax квадрат плюс bx плюс жұлдызша қойып қойдық. Мына жаққа мына қарайтын болсаңыздар, жұлдызша қойып қою себебім жұлдызшаның орнында үлкен немесе тең, кішкентай болуы мүмкін, кіші немесе тең деген сияқты әртүрлі мынандай таңбалар болуы мүмкін. Мынандай деген секілді әртүрлі. Мынау болуы мүмкін, или мынау болуы мүмкін. Бұл есептің берілгеніне қарай. Әрине біз бүкіл жағдайларын барлығын қарастыратын боламыз сіздермен қазір сабақтың бойында. Енді квадрат теңдеуді ең кез келген квадраттық теңсіздікті ең алдымен біз нөлге теңестіреміз да квадрат теңдеуді дискриминант тәсілімен шығаруға тырысатынбыз, естеріңізде бар болса. Әрине дискриминанттың бізде әртүрлі жағдайлары болады. Нөлден үлкен болуы мүмкін, нөлден кіші болуы мүмкін, нөлге тең болып қалатын дискриминанттың бізде үш түрлі жағдай бар. Ең алдымен сол дискриминант нөлден үлкен болатын ең бірінші жағдайын қарастырып өтейік. Мысалы, 3x квадрат плюс x минус 2 нөлден үлкен дейді. Допустим, дискриминант тауға тырысайық. Мысалы, 1 минус 4 көбейтілген 3 көбейтілген минус 2. Сонда бізде неқта шығады 25. Яғни 25 ол бізде нөлден үлкен. Нөлден үлкен болатын болса, x1-дің мәнін табатын болсақ, бұл бізде минус 1, минус 5 бөлінген 2 көбейтілген 3. Демек, мұнда минус 1 шығады. Ал x2-дің мәнін табатын болсақ, минус 1 плюс 5 бөлінген 6. Бұл бізде 3-тен 3-тен 2 деген жауаптар шығады. Шыққан екі мәнді аламызда координаталық түзуге саламыз. Бізде минус 1 мен 3-тен 2 деген сандар шықты. Біз қарапайым сызықтық теңсіздіктерді өткен кезде біз білеміз. Бізде іші боялуы мүмкін, былай естеріңізде бар болса. Және де іші былай пустой болуы да мүмкін. Бұл есептегі берілген теңсіздіктің таңбасына байланысты болып келеді. Мысалы, берілген есепке назар аударайық. Бізде жай ғана мына үлкен нөлден деп тұр. Мына стрелкаға мән берейік, мына нөлден үлкен деп тұр. Нөлден үлкен болса, жай ғана нүктелерді берілген кезде нүктенің ішін боямаймын. Бәрін аламда былай интервалдарға бөліп қоямын. Интервалдарға бөлдім. Енді осы жерден бір мектептегі бір бағдарламаны еске түсіріп көрейік барлығымыз, 9-шы сыныптағы. Естеріңізде бар болса, біз алатынбыз. Минус 1-дің сол жағында бізде қандай сан бар? Минус 2 дейтін сан бар. Минус 2-ні әкеп берілген теңдеуімізге қоятынбыз. 3 көбейтілген минус 2-нің квадраты плюс минус 2 жақшаның ішінде минус 2. Осыны есептейтінбіз. Бізде неқта 4 шығады, 12 болады. Минус 2, минус 2, ол бізде неқта 8 шығады. 8 деген ол бізде нөлден үлкен болса, бізде бұл аралықта берілген квадрат үш мүшеміз оң таңбаны қабылдайды. Мынау аралықтан бір 0 деген санды алып берілгеніне қойсақ теріс санды қабылдайды. Мысалы, 0-ді әкеп орнына қоятын болсам, 3 көбейтілген 0-дің квадраты плюс 0 минус 2 болатын болсам, мұнда минус 2 шығады. Минус 2 шыққандықтан мен екі аралыққа минусты қоямын. Және де 3-тен 2-ден кейінгі қандай сан бар? Например, 1 деген сан бар. 1 деген санды берілгеніне қоямын. 3 көбейтілген 1-дің квадраты қосылған 1 азайтылған 2, значит, мұнда бізде 2 шығады. 2 деген ол бізде 10 сан болғандықтан плюс деген таңбаны қоямын. Енді осы жерден өте маңызды дүние қараңыздар. Қайтадан теңсіздікке қараймыз. Бізде қайтадан теңсіздікке қарасақ, 0-ден үлкен деп тұр. 0-ден үлкен болатын болса, ол бізде қандай мәндер керек болады екен? Оң мәндер керек. Оң мәндер керек болса, плюстарды аламда мен штрихтаймын. Енді жауабын жазатын болсам, бұл есептің жауабы бізде мынандай дүние шығады. Қай жерге жазып қойсам болады? Давайте мына жерге бір жазып қойын. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, жай жақша бірігу 3-тен 2-ден плюс шексіздікке дейін деп мен жауабын осылай қалдырады екенмін. Енді келесі есепке назар салайық. Бірінші есебіміз біздің шықты. Екінші есеп дәл осыған ұқсайды, бірақ мен сіздерге бірінші есеп сияқты емес, оңайырақ шығару жолын үйрететін боламын. Давайте артық заттарын бәрін өшіре салайық. Бізде мынаның бәрі керек емес, по идее. Негізі бұл есепті оп-оңай спокойно шығаруға болады. Ең алдымен бұның дискриминант емес, факторизейшн тәсіліне салып көруге болады. Есептерін барлығын обязательно дискриминантқа салудың қажет жоқ. Примерно есептің түріне қараймыз. Есептің түріне қараған кезде дискриминант оң болады ау деп ойлайды. Яғни факторизейшнмен сандарды табатын болсақ, онда ол дискриминант явно 0-ден үлкен деген сөз. Егер біз факторизейшнмен сандар былай әдемі шығып тұрса, мысалы бізде екінші мысалымызға қарасақ, әдемі келіп тұр барлығы. Есептейтін болсақ, x1 минус 2-ге тең болады, x2 бізде плюс 1-ге тең болады.
Бұл бірінші фишка, берілген есепті обязательно дискриминантпен шығару шарт емес деген дүние. Енді мынау теңсіздікке қараймыз. Теңсіздік таңбасының астында жай ғана үлкен емес, астында мынау тең дейтін белгі бар. Назар аударсаңыздар, мен қызылмен көрсетіп қояйын. Астында мынандай тең дейтін значок тұр. Тең деген значок тұратын болса, онда берілген нүктелердің ішін бояп қоямын мен. Координаталық түзуге нүктелердің ішін бояп қоямын. Тағы да таңба анықтаған кезде біз сол аралықта жатқан кез келген бір санды алып берілген квадрат үш мүшемізге қойып отырдық қой бағанағы бері. Бірақ біз оның оңай жолын да білеміз. Оның оңай жолы мына берілген квадрат үш мүшенің x квадратын алдына қарай салсақ та жеткілікті. X квадраттың алдына бізде плюс болатын болса, онда берілген координаталық интервалдарға бөлдік қой. Интервалдарға бөлдік қой. Мынаның аты интервал. Интервал. Мынаның да аты интервал. Аралық деген сөз ғой. Интервал деген аралық деген сөз, бір сөзбен аударғанда. Енді дәл осы аралықта, давайте мынаны бүйтейік. Бүйтіп сол жіберейін. Ой. Әдемі емес болып қалды ғой. Мынаны бір әдемі қылып созып қойын. Енді қараңыздар. Оң жақтан бастаймын. Оң жақ деген мына жақ қой, бізде координаталық жақтың оң жағы. Оң жағынан бастаймын да координаталық аралықтарды мен таңба қоя бастаймын. X квадраттың алдындағы таңба бізде плюс болғандықтан, оң жақтан бастап плюс, минус, плюс, минус деп кезек таңбаларды алмастырып қойып шығамын. Бұл әрқашан орындалатын заңдылық, достар. Енді бізде квадрат үш мүшеміз, мына дүниеміз нөлден үлкен деп тұр ғой. Нөлден үлкен болғандықтан біз қай аралықты аламыз? Плюс аралықты боламыз. Мына жерде де айттық ол дүниені. Демек, давайте бір қызылмен алып көрсетіп қойым. Мына плюс аралықтарды боядым. Сонда бұның жауабы мына жақта бізде минус шексіздіктен минус 2-ге дейін болады, бірақ минус 2-нікі тік жақша болады, осыны ескереміз. Ал мына жақта мынау бірден бастап плюс шексіздікке дейін кете береді. Сонда берілген квадрат теңсіздігіміздің жауабы осындай болады екен. Яғни біз нөлден үлкен және нөлден үлкен немесе тең дейтін жағдайларды қарастырдық. Сонымен қатар таңба анықтаудың ең оңай жолын қарастырдық. Давайте тағы да бір мысалдарды шығарып, тағы тереңірек осы тақырыпты түсінуге тырысайық. Міне берілген квадрат теңдеуім факторизейшнға салып көремін бірден. Мысалы, мына жақта 2 мен 1 деп алсақ болады, 2 минус деп. Так, тексеріп көремін. Так, мына минус 3х болады, мына минус 2х болады. Екеуінің қосындысы минус 5х шығады ма? Так, шығады екен. Демек, x1-дің мәнін табатын болсам, бұл бізде 2 бөлінген 3 болады. Бірден есептеп жатырмын. x2-дің мәні бізде мына жақта плюс 1 шығады. Негізі в идеале бұны біз былай шығарушы едік қой, естеріңіз болса, 3х минус 2 және де x минус 1 деп екі жақшаға жіктеп алатынбыз. Екі жақшаға жіктелген екі сызықтық теңдеулерді нөлге теңестіру арқылы x1 мен x2-ні табатынбыз. Бірақ біз бірден ойша есептеп тастадық. Мына x1 мен x2-ның мәні шықты. Енді координаталық түзуге x1 мен x2-ні салам. Бұл бізде 3-тен 2 мен 1. Екеуі де боялмайды. Себебі жақта қарапайым теңсіздік тұр, мынандай. Міне. Астында тең жоқ, тең жоқ. Интервалға бөлемін. Интервалға бөлгеннен кейін таңба анықтаймын. Таңбаны қалай анықтаймын? Тағы да еске түсірейік. 3-тің алдына қараймын. Плюс 3 ба бізде? Плюс 3. Ол бізде 0-ден үлкен, ол 0-ден үлкен болса, бізде оң жақтан бастап таңба плюс, минус деп былай таңбаны қойып шығамын. Қызылмен көрсетіп шығайын. Мына плюс, минус, плюс деп таңбаларды қойдым. Енді маған есептің шарты бойынша 0-ден кіші дейді. 0-ден кіші деп тұр. Мына мұқият назар аударсаңыздар, 0-ден кіші болса, оған бізде минус аралық керек болады. Минус аралық деген ол бізде минус болып тұрған жерді бояймын. Сонда жауап 3-тен 2-ден 1-ге дейін деген жауапты алады екен. Байқасаңыздар, бірінші мысал мен үшінші мысал кішкене бір-біріне ұқсайды. То есть бірінші, екінші, үшінші мысал ұқсайды. Айырмашылығы тек қана бізден яқта 0-ден кіші деп тұр. Яғни минус аралықты мен боядым. Давайте бұл түсініксіз болса, тағы да бір төртінші мысалды біз тағы да бір рет қарастырайық, түсінікті болу үшін. Мысалы, мына жақта факторизейшнға салатын болсам, 3 пен 1 деп аламын, мынаны минус 1 деп аламын. Екеуін көбейтемін, 3х пен минус 2 шығады. Екеуін қосқан кезде бізде мына жақта 2х шығып қалады. А бізге не шығу керек еді? X шығу керек еді. Яғни бұл факторизейшн тәсілімен шықпайды деген сөз. Енді факторизейшн тәсілімен шықпаса, онда біз қарапайым дәстүрлі өзіміздің сол баяғыдан келе жатқан дискриминантқа салады екенбіз. Дискриминанттен 1-дің квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 3. Сонда бұл жерден бізде мына жақта 13 деген жауап шығады.
x1-дің мәнін табам, бұл бізде -1, минус тубырасында 13 бөлінген 2 дейтін сан шығады. Ал x2-дің мәнін табатын болсам, бізде -1 плюс 13 бөлінген 2 дейтін 2 мән шығады. 2 мәнді алып координаталық түзуге салам. Біріншінің минусын жазайын, -1 минус 13 бөлінген 2, бұл более кішірек болады ғой. Ал мынақта -1 плюс 13 бөлінген 2, бұл сәл үлкенірек болады. Екеуінде іші боялады. Бұл мына теңсіздіктің астындағы теңдігіне байланысты, яғни қатаң емес деген дүние бар еді, естеріңізде бар болса әрине. Енді осы жерден интервалға бөлемін. Интервалға бөлгеннен кейін таңба анықтаймын. Давайте қызылмен көрсетейін. X квадрат деп тұр. X квадраттың алдындағы сан қандай? Плюс 1. Яғни оң сан. Оң сан болатын болса, оң жақтан бастаймыз да плюс, минус деп таңбаларды қойып шығамыз. То есть теріс болса да разница жоқ, в принципе, теріс болса да разница жоқ. Егер минустан басталып жатса, есеп мысалы, минус x квадрат плюс 3x, минус 2, 0-ден үлкен деп басталып жатса, онда таңба неден бастала салады? Онда таңба координаталық түзуден, например, бір 2 мән шығатын болса, минус плюс минус деп бастала береді. Оған бір үлкен бір қатты қиындық тудыртпайды сіздерге. Так, мынаны өшіре салайын. Енді біз таңбасын қойдық, таңба қойғаннан кейін бізге бояу керек, қайсысын бояймыз? Бізде 0-ден кіші деп тұр, міне. Кіші немесе тең деп тұрса, онда бізде минус аралық керек болады, міне. Мынаны алып, мына жаққа түсіндіріп жатырмын сіздерге. Минусты бояйым, міне минусты боядым. Негізі былай боямайды негізі. В идеале негізі былай бояу керек қой бізге. Естеріңізде бар болса, біз былай бояушы едік қой, міне. Таяқшаларды қойып шығатынбыз былай. И жауабын жазамыз. Біз жауабын жазғанда тік жақшамен жазамыз. -1 минус 13 бөлінген 2 және де -1 плюс 13 бөлінген 2 деп 2 мәнді жазып қоямыз. Арасына өтір нүкте қойып қоямыз. Сонда берілген 4 мысалымызда біздің шықты. Бұл 4 жағдайда дискриминант бізде оң сан болған кезде шығатын жағдайлар екен. Енді біз әрқашан дискриминант 10 сан шыға бермейді. Кейбір кезде есеп шығарып жатасың, бірақ дискриминант 0-ге тең болып қалады. Естеріңізде болса, дискриминант 0-ге тең болса, давайте шығарып көрейік. 4-тің квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 4, бізде неқта 16 минус 16, 0 шығып қалады. Дискриминант 0-ге тең болып жатса, x1, x2-ге тең болатын 2 мән шығады бізде. Минус f бөлінген 2a деген формаға салынады, значит бізде неқта минус 2-ден 1 деген сан шығады. Енді минус 2-ден 1-ді мен аламда координаталық түзуге салам. Минус 2-ден 1. Интервалға бөлген кезде x1 және x2, мұнда бізде 2 мәні де неге тең болып тұр? Минус 2-ден 1-ге тең болып тұр. Сол үшін мен интервалға бөлген кезде былай ромашка тастап кетем. Бұл деген сөз минус 2-ден 1-де бізде 2 сан бар деген сөз. Сол себептен үстінен тағы да бір интервал тастап кетем, минус 2-ден 1-ін. Енді 4x квадраттың алдындағы сан қандай болады? Ол бізде плюс болады. Сол себепті неқа плюс, минус, плюс болады. Іші боялмайтын, бояған жоқтым себебі неқта қатаң теңсіздік. 0-ден үлкен болғандықтан мен аламда плюстарды бойы салам. Так, бұлай бояқ қойық. И жауабын жазам. Жауап бұны минус шексіздіктен минус 2-ден 1-ге дейін болады. Және де минус 2-ден 1-ден 1-ге дейін болады. Яғни берілген квадрат үшмүшем, яғни квадраттық теңсіздігім шықты. Бұл жерде сұрақ туындайтын нәрсе тек қана мына дүние сіздерде. Давайте бұл дүниені тағы да бір ашып түсіндіруге тырысып өтейін сіздерге. Негізгі дүние мәселе мынада. Бұл бізде қандай функция? Бұл бізде парабола. Бұл бізде парабола. Параболаны есімізге түсіріп көрейік. Мынақты x1, x2-ге тең болады. То же самое, минус 2-ден 1-ге тең. Оны есептемей қойға. Минус 2-ден 1-ден примерно на жерде болсын. Бұның іші боялады. Мынақты өйткені тең тұр. И парабола мұны осы нүктеден өтіп тұр былай қарай. Осы мағына ғой. Ал мына жақта бізде x1, x2 шықты ғой мына. Бұл жақта біздің параболамыз примерно 2 нүктеден қиып өткен ғой мына. Біреу 1 деген нүкте, біреу 3-тен 2 деген нүкте. Міне осы 2 нүкте ғой, міне плюсқа кетіп баратыр. Міне минуста жүр, міне плюста тұр деген. Плюс минус плюс деген осы мағына ғой, осы мағына. Түсіндіре алдым ба? Міне мына жақта да 4x квадрат плюс 4x плюс 1 деген ол парабола ғой просто. Параболамыз біздің мынау OX осін тек қана бір ғана нүктеде қияды деген сөз ғой, дискриминант 0-ге тең болып қалса. А дискриминант 0-ден үлкен болса, онда 2 нүктеде қияды. Ол мына мағына, иә? Түсіндіре алдым ба? И тура осы мағынаны біз парабола сызып отпаш үшін көп уақыт алады ғой, парабола сызып бүйтіп отқан. Сол себепті біз аламыз да просто өзімізге түсінікті болу үшін аламыз да былай сызамыз. Міне жақта x1, x2-ге тең болады. Давайте есептемей қойын. Мына жақта есептеліп тұр ғой. Тура осы есеп қой, байқасаңыз. Просто мына жақта мынада ғана разница бар міне.
Дәл осы разницаның мағынасын неде түсіндіріп берейін. Минус 2-ден 1, мынаның іші боялады, разницасы. Интервалға бөлген кезде, яқтан парабола осы бір-ақ нүктеден ғана өтіп кетеді. Таңбасы бұның, мына 4х квадраттың алды плюс болғандықтан, мына қызылмен көрсетейін сіздерге түсінікті болу үшін. Мына 4х квадраттың алды мына жақта плюс, сол себепті плюс, минус, плюс деп таңбаны всегда 10 жақтан бастап қоямын да, 0-ден үлкен десе, плюс аралықтың бәрін мен бойым. Мынаның өзі де боялып кетеді іші. Өйткені шешімге кіріп тұр ғой. И өзі де кіріп кеткендіктен шешімге біз айтамыз минус x-тен плюс x-ке дейін деп жауабын айтып қоя салады екенбіз. Меніңше бәрі түсінікті деп ойлаймын. Давайте тағы да бір мысалды қарастырайық, до конца түсінікті болу үшін. Үшінші мысал. Бұл жақта дискриминант 0-ге тең болатын айдан анық, x1 x2-ге тең екені белгілі. Бұл бізде яқтан 1 деген мән шығады. Мен оны шығармай қойын, сіздер оны шығарыңыздар, қаласаңыздар. 1 дегенді алып бояймын, интервалға бөлемін, ромашка деп тастап кетемін, былай жапырақша бір жапырақ тастап кетемін. Мынаның атын мен жапырақ деп айтам. Түсінікті болу үшін сіздерге жапырақ. Енді таңба x квадраттың алды мына плюс, сол себепті мына плюс, минус, плюс, және де 0-ден кіші болғандықтан минус аралықты бояймын. Минус аралық деген мынау 1-дің өзі. Бірақ 1-дің өзі іші боялмай тұр ғой. Сол себепті бұның шешімі жоқ болады. Өйткені 1-дің өзі боялмай тұр да. То есть өзі шешімге кірмей тұр. Ал мына жақта x1 x2-ге тең болады, тура осы есеп байқасаң. Бірақ разницасы мынау таңбада қара. Айырмашылығы жер мен көктей болады. 1-дің ішін бояп қоямын. Интервалға бөлген кезде бар ромашка тастап кетем сіздерге. Гүл тастап кеттім сіздерге. X квадраттың алды не болады бізде? Плюс болады. Мына плюс, минус, плюс. Және де бізде мына мынау кіші болатын болса нені бойым? Минусты бойым, бұны ұмытпаған шығарсыздар. Мына боядым минусты. Сонда 1-дің өзі ғана кіріп тұрғандықтан мен 1-ді аламын да осындай былай фигурный жақшаның ішіне тастап кетемін. Бұл фигурный жақшаның мағынасы тек 1-дің өзі ғана шешімге кіреді деген сөз. Сонда бізде бір сөзбен айтқан кезде мынау параболамыз 1 деген нүктеден өтеді, жоғарыға қарап кетеді мен ойымша. И бізде 0-ден кіші аралық керек болса, мынау минус аралықтар керек болады да, 1-дің өзі ғана сол минус аралыққа кіріп кетеді. Сол себепті жауабы тек қана 1. Мына фигурный жақшаның мағынасы тек қана 1 деген сөз. Түсіндіре алдым ба, құрметті достар? Давайте келесі есеп. Енді біз қарастырдық. Дискриминант 0-ден үлкен болатын жағдай. Дискриминант 0-ге тең болатын жағдай. Енді дискриминант 0-ден кіші болатын жағдайды қарастырайық. Мысалы, сен дискриминант шығарып атсың. 1, минус 4, көбейтілген 1, көбейтілген 1. Бұл бізде минус 3 шығады. Енді осы жерден x1, x2-ні табайын десем табылмайды. Бір сөзмен айтқанда, x квадрат плюс x плюс 1 тең 0 деген теңдеудің шешімі жоқ болып тұр. Бірақ осы жерден өте ключевой маңызды нәрсе, дискриминант 0-ден кіші болса, квадрат теңдеудің шешімі жоқ. Ключевой слово теңдеудің. А біз қазір нені шығарып жатырмыз? Біз теңсіздік шығарып жатырмыз. Біз не шығарып жатырмыз? Теңсіздік шығарып жатырмыз. Сол себепті x квадраттың алды плюс болғандықтан параболамыз біздің жоғары жақта жатады. Әйтеуір бір жерде жатады. Ол маңызды емес қай жақта жататыны. Мен оны білмеймін де қай жақта жататынын. Бірақ әйтеуір осы бір аспанда жататынын мен білем. Міне. Мына жақта жатуы мүмкін. Или давай мынаны өшіріп тастайын да мұны. Мына жаққа сала салайын параболаны. Разница жоқ. Әйтеуір бір жерде параболамыз жатыр. Енді мына квадрат үш мүшеміз 0-ден қандай болып тұр? Үлкен болып тұрса, онда мынау OX осінің, OX осінің бізге мынаның жоғары жағы керек. Жоғары жағы керек. Жоғары жағы керек болса, мынау біздің параболамыз осы боялып тұр ғой, штрихталып тұр ғой. Сол себепті бұның жауабы не болады? Бізде минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады. Бір сөзбен айтқан кезде, мына x бізде кез келген сан болады. X бізде кез келген сан. Неге кез келген сан? Себебі бізде x-ның орнына кез келген санды қойсақ, например, x-тен 0 дей салсақ, 0-ден квадраты қосылған 0 қосылған 1, бұл әрқашан 0-ден үлкен болады. Яқтан қанша шығады? 1 шыға ма? X-тардың орнына 0-ды қойған кезде 1 шықты ма? 1 0-ден үлкен ба? Шарт орындалып тұр ма? Значит, x кез келген сан бола алады деген сөз. Бірақ бұл всегда ондай болып шықпайды. Мысалы, давайте екінші мысалды қарастырайық. Бұл екінші мысалда да тоже самое. Дискриминанттен 1 минус 4 көбейтілген 1, там минус 15 шыға ма? Минус 15 шығып қалса, онда аласында координаталық түзуге x, y дейсің да бір парабола сызасың әйтеуір. Давайте жасылмен сызайын. Әйтеуір бір мына жерде жатқан бір парабола болсын. И саған бізде мына бәрі 0-ден үлкен немесе тең болса, значит,
OX ойшының жоғары жағы керек. Бір сөзбен айтқанда параболаның бәрі боялды. Параболаның бәрі қамтылды. И жауабы бұнықтан минус x-тен плюс x-ке дейін болды. Бірақ, например, мынандай бір есеп қарастырайық. Үшінші мысал. Дискриминант 0-ден кіші болып қалсын. Бұда да, есептей салайық. Мына 2, 4, минус 4 көбейтілген 5, көбейтілген 1, там минус 15 шығады, минус 16 шығады екен. Минус 16 шығатын болса, бізде параболамыз парабола сызу керек, яғни дискриминант 0-ден кіші болып қалса. И мынау бәрі бізде алды плюс болғандықтан парабола әйтеуір бір жоғары жақта жатады. Егер мысалы мынау минус 6x квадрат болған кезде, онда параболамыз біздің төмен жақта жатар еді. Так, не үшін мынау мысалды айтып кеттім мен? Мынау мысалды емес, мынау мысалды айтайық, условно түсінікті болу үшін. Егер есептің шартында мына минус 5x квадрат болса, онда параболамыз біздің мынаның төменгі жағында жатады, мынау OX ойшының төменгі жағында жатады. Бірақ бізде берілген есебімізде 5x квадраттың алды, бізде қандай сан болып тұр? Оң сан болып тұр. Оң сан болғандықтан параболамыз біздің жоғарыға қарай қарап тұрады. Және де мына квадрат үшіншеміз 0-ден қандай болып тұр? Кіші болып тұр. 0-ден кіші болатын болса, онда OX ойшының астыңғы жағы керек болады бізге. Параболамыз жоғары жақта, бізге астыңғы жағы керек. Екеуі қиылыспай қалғандықтан бұның шешімі жоқ болады. Енді қара, x-ның орнына қандай санды қойсам да, например, минус 1 деген санды қойып көрейік. 5 көбейтілген минус 1-дің квадраты плюс 2 көбейтілген минус 1 қосылған 1, там мынақта 5 минус 2 плюс 1, сенікі мынақта 4 деген сан шығады. 4 0-ден кіші ма? Бізде 0-ден кіші деп тұр ғой шартында. 0-ден кіші емес. Сол себепті бұның шешімі болмайды. Мына жағдайда сонда дискриминант 0-ден кіші болып қалады. Параболамыз әйтеуір бір жоғары жақта жатады. Себебі бізде 6x квадраттың алды плюс болғандықтан жоғары жақта жатады параболамыз. Және де 0-ден кіші болғандықтан минусты бояу керек бізге. Екеуі қиылыспағандықтан бізде берілген теңсіздіктің шешімі жоқ болады екен. Достар, өте керемет сабақ болып жатыр маған, меніңше сіздерге қалай екенін білмедім. Бірақ үш түрлі жағдайды айттым. Дискриминант 0-ден үлкен, ол кезде бізде екі шешім шығады. Дискриминант, оны таңба анықтаудың оңай жолын айттым. Дискриминант 0-ге тең болып қалса, онда бізде бір ғана шешім шығады, және жапырақша деген дүниені айттым. Және үшінші дүние бұл кезде дискриминант 0-ден кіші болып қалған жағдайда да ойбай шешім жоқ екен деп жаза салуға болмайды, біз парабола сызып көреміз. Ал кеттік, енді біз мынақта күрделі теңсіздіктерге көшіп көрейік. Күрделі теңсіздіктерде біз нені ескеруіміз қажет? Бұндай есептерде әрқайсысын 0-ге теңестіреміз. X минус 3-тен 2-тен 0 дейміз да, x тен болады бізде мынақта 3-тен 2-ге. X квадрат минус 121 болатын болса, бұны 0-ге теңестірсек, x квадрат тен болады 121, бұдан x тен 11, x тен минус 11 шығады. Енді координаталық түзге осы мәннің бәрін қоямын. Минус 11, 3-тен 2 және 11. Еш қайсысы боялмайды. Аламда интервалдарға бөліп шығамын. Сөйтемді таңба анықтаудың ең оңай жолы бүйтем. Бірінші шақшаға қарайым. Бірінші шақшада x-тің алдығандай плюс па? Плюс. Міне бірінші шақшаның ішінде бізде плюс шықты. Екінші шақша x квадратын алдығандай плюс па? Плюс. Екінші шақшаның іші бізде мынақта тоже плюс. Енді плюсқа плюсті көбейтетін болсам бізде не болады? Екенін көбейтсем, явно бізде не шығады? Плюс шығады ғой. Сол себепті оң жағынан бастаймын да таңбаны плюс, минус деп кезек таңбаны қойып шығамын. Және деп қайтадан берілгеніне қараймын, мына теңсіздікке бізде 0-ден кіші деп тұр. 0-ден кіші болса, аламда мынау минустарды бой саламын. И бізде жауап шығады, мынау минус шексіздіктен минус 11-ге дейін, және де 3-тен 2-ден 11-ге дейін деген әдемі берілген есеп шығады екен. Давайте келесі бір есеп. Бұл есептерде толымсыз квадрат теңдеу естеріңізде болса, то есть үшінші дәрежелі теңдеу. X-ті жақшаның сыртына шығаруға келетін болса, алып шығарып аласыңдар бұндай есептерде. Сөйтеміз де әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Яғни кез келген квадрат, кез келген теңсіздік келсе, біз оны теңдеуге айналдыруға тырысамыз. Себебі теңсіздікті шығарған қиын, теңдеу бізде оңай. Түсіндіре алдым ба? Теңсіздікті шешу үшін жалпы формула сол ғой, теңдеуге келтіріп алуымыз қажет қой. X квадрат тең болады бізде мынақта 25-ке. Бұдан квадраттан екінші жақта плюс минус түбірасында 25 деген дүние шығады. Мен сразу жазам, бұл жақта x1-іміз бізде 5, x2-іміз бізде мынақта минус 5 шығады. Давайте мынаны x3 деп қояйын. Енді осы жерде бізде мынақта минус 5, 0 және де 5 деген мәндер шықты. Интервалға бөлемін. Енді таңба анықтау басталады. Бірінші, мына x-ның алдына қараймын. Таңба бізде плюс. Мына жақта x квадрат қой. Ең үлкен айнымалға қарайсың. Жақшаның ішінде тұрған ең үлкен айнымал бізде x квадрат. X квадрат бізде мынақта плюс болғандықтан, плюсқа плюсті көбейтетін болсам не болады?
Мысалы, представьте себе, плюс көбейтілген плюс. Оң санға оң санды көбейтсең, явно менде оң сан шығады. Сол себепті таңбаны оң жақтан бастап, мына жағынан бастап, кезек-кезек плюстан бастап, кезек-кезек таңбаларды алмастырып қойып шығамын. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, және де мынау бізден нөлден кіші болу керек, міне, нөлден кіші болу керек, демек, мына минустарды бояп шығамын. Сонда жауап бізден яқтан минус шексіздіктен минус 5-ке дейін, бірігу 0-ден 5-ке дейін деген әдемі жауап шығады екен. Давайте келесі бір есепті шығарып көреміз. Бұл есепті шығару үшін әр жақшаны жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. 2х квадрат плюс 1 тең 0 болатын болса, 2х квадрат тең минус 1, х квадрат тең минус 2-ден 1. Так, бұның шешімі жоқ. Келесі х 0-ге теңестіретін болсам, бұда бір шешім шығады. Х минус 4-ті 0-ге теңестіретін болсам, бұда тағы бір шешім шығады. Сонда бізде мынау х1, мынау х2, сонда екі-ақ мәні бар. 0 мен 4. Интервалға бөлемін, интервалға бөлгеннен кейін мен яқта таңбаны анықтаймын. Таңбаны анықтайтын болсам, 2х квадратын алды бізде плюс, мына х-ны алды бізде плюс, мына жақшаның ішінде х-ны алды бізде плюс. 3 плюсті көбейтетін болсам, плюс, көбейтілген плюс болатын болса, мына үшеуін көбейтетін болсам, бізде явно плюс таңба болады. Сол себепті таңба плюс, минус деп кезек-кезек қойып шығамын да, бізден яқтан 0-ден үлкен дейді. Мынаның бәрі 0-ден үлкен болса, бізге плюс керек. Плюстарды алып бояп шығамын. Сонда жауап минус шексіздіктен 0-ге дейін, бірігу 4-тен плюс шексіздікке дейін болады. Значит, берілген квадраттық теңсіздігім, яғни үлкен дәрежелі теңсіздігім менің шықты деп айтамын. Кейбір адамдар осы есепті шығару үшін жақшаны ашып отырады, бірақ ол бізге керек емес дүние. Мысалы, мына жақта жақшаны ашатын болсам, сенде өте ужасын дүние шығады. Сол себепті бірінші жақша x плюс 7-ні алып 0-ге теңестіреміз, бұл жақта x1 тең минус 7 деп жазып аламын. x минус 4-ті 0-ге теңестіремін, квадратқа да мән бермеймін даже. Жақшаның ішіндегісін ғана ала саламын да, x2 тең болады, бізден жақта 4 болады. Бірақ бұл жаққа жазып қойым, еселі мән деймін. Еселі мән деймін. Себебі бізде 2 рет кездесіп тұр. 3 рет кездесіп тұрса, уже еселі болмай қалады. То есть, 2-ге еселі деген дүниені 2-ге еселі рет деп айтайын. 2-ге еселі рет болса, онда мен бұны ескеретін болам. Қалай ескеретін болатындығымды қазір айтатын болам. X минус 21-ді де 0-ге теңестіреміз да, x тең болады бізден яқта 21. Енді қараңыздар, бізде x1, x2, x3 шықты. Мына бізде минус 7 деген сан шықты, 4 деген сан шықты, және 21 деген санды. Енді осы жерде басталатын бір керемет бір фишкамен бөліскім келіп тұр. Мұқият қарайтын болсаңыздар, бізден яқта интервалдарға бөліп келе жатырмын. И яқта 4 дегеннің үстіне мен ромашка тастап кетем. Неге ромашка тастап кетем? Себебі бұл бізде қандай мән? Еселі мән. Қаншаға еселі? 2-ге еселі. Егер мұнда мен 3 дәрежелі болатын болса, онда мен бұны ештеңке жасамай-ақ дәл осы қалпында шығара беретін. 3 дәреже болатын болса, теспейміз, 4 дәрежелі болатын болса, 2-ге еселі деп дәл осындай ромашка тастап кетеміз. То есть, жұп дәреже болатын болса, жұбрет болса, онда мен ол нәрсені ескеріп, дәл осындай ромашка тастап кетеді екен. Енді таңба анықтаймыз. X-тің алды бізде плюс неқта, мына жақшаның ішінде X-тің алды бізде плюс, тек қана X-тарға қараймыз, кстати. X-тің квадраты болса, соған қарайсың. Жақшаның ішінде X-тің кубы болса, соған қарайсың. То есть, X-тің ең үлкен дәрежесіне қарайсың. Неқта X-тің алды бізде неқта плюс. Енді 3 плюсті өзара көбейтсем, явно плюс болады. Значит, 10 жақтан бастап таңбаны кезек-кезек қойып шығамын. Және бізде 0-ден үлкен дейді. 0-ден үлкен болатын болса, бізде плюс варианттар керек. Плюс варианттарын бәрін бояп шығамын іштілерін. Сонда бізден яқтан минус шексіздіктен минус 7-ге дейін болады. Бірігу 4-тің өзін алайын десем, іші боялмай тұр екен. Сол себепті 4-тің өзін алмаймын. Іші боялу керек алу үшін. И дальше жалғастырамда менде 21-ден плюс шексіздікке дейін деп жауабын жазып қояды екен. Давайте келесі 4-ші дәрежелі теңдеуді шығарып көрейік. Бұл есепті шығару үшін біз x-тің квадратын t деп жаңа айнымалы енгізетіміз. X квадрат минус 5t плюс 4 тең 0-ге. Мұнан t1 t2-ні тауып аламын. t1 тең болады бізден яқта 4-ге, t2 тең болады бізден яқта 1-ге. Шыққан мәндерді әкеп t-ның орнына қоям. Мұнда x квадрат тең 4 болса, бұдан x1 тең 2, x2 тең минус 2 шығады. Біз бұны барлығымыз білеміз. X квадрат 1 болса, x1 емес, x3 және x4 шығады, плюс минус 1. Енді координаталық түзуға деп қой, координаталық түзуге
дәл осының бәрін саламыз. Сонда бізде мына жақта -2, -1, 1 және 2. Интервалға бөлем, бұл жақта еселі мәндер жоқ. Біреу -1 болса, біреу 1, біреу -2 болса, біреу 2. То есть бірдей мәндер бізде жоқ. Енді осы жерде таңба анықтаймыз, осы тұрғанда. Мына x-ның 4-ші дәрежесі бізде плюс, ең үлкен айнымалыға қараймыз. Таңба плюс болса, значит плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус деп кезек-кезек қойып шығамыз. Бізде міне 0-ден кіші болса, бізде не керек? Минус керек. Минус деген ол бізде наваралық. Минус деген ол бізде наваралық. Сонда жауабы -2-ден -1-ге дейін бірігу 1-ден 2-ге дейін деген жауап шығады екен. Түсінікті ғой? Енді келесі есеп, бұл есепте байқайтын болсаңыздар куб дәрежелі тұр. Бұндай есептер уайымдамаңыздар, жақшаның сыртына x-ның квадратын шығарып жіберуге болады, жақшаның ішінде x-3 қалады. Мына жақтан міне -3 шығарып жіберуге болады, жақшаның ішінде x-3 қалып қалады. Енді x-3-терді тағы да жақшаның сыртына шығарсам, жақшаның ішінде бізде x квадрат -1 ғана қалып қалады. Тең 0-ге деп 0-ге теңестіреміз да, x-3-ті 0-ге теңестірсек, x1 тең болады 3-ге, x квадрат -1-ді 0-ге теңестірсек, бізде x2 тең болады 1-ге, x3 тең болады бізде -1-ге. Енді координаталық түзуге саламыз. Сонда бізде мына -1, 1 және де 3 барлығын интервалға бөлеміз. Байқасаңыздар бәрінің іші пустой болып отыр мына жақта. Что-то андай есептер жоқ екен да, мына астында теңі бар деген сияқты ше. Ну ничего страшного. Енді таңба анықтаймыз. X кубтың алды бізде плюс, значит мына жақта плюс, минус, плюс, минус. Және 0-ден үлкен дейді. 0-ден үлкен болса мен аламын да, жай ғана мына плюстарды бояп шыға салам. И жауабын жаза салам. -1-ден 1-ге дейін. Так, мына -1-ден, так, мына 1. -1-ден 1-ге дейін, одан 3-тен плюс шексіздікке дейін деп жауапты қалдырады екен. Енді қараңыздар, келесі есепте өте бір үлкен, бір қорқынышты, бір дүние шығып тұрған сияқты. Бірақ мен сіздерге өте қызықты оңай жолын үйрететін боламын. Қараңыздар. Бізде жақшаның сыртына квадрат тұр, бағана айтқам, квадрат болса бұл жұп рет кездесіп тұр, значит еселі мәндер шығады. Сонда x квадрат -9 0-ге теңестірсек, бұдан x квадрат тең 9, x-тен плюс минус түбірасында 9. Ну, түбірасы 9-дан бізде x1-ның мәні -3 шығады, x2-ның мәні бізде мына жақта 3 шығады. Бұл екеуі де еселі болғандықтан жақшаның ішіне қасына e деп жазып қоямын. Міне x1 және x2. Келесі x плюс 1-ді 0-ге теңестірсем, x-тен болады бізде мына жақта -1-ге. x 3 пен 1 сразу факторизейшнға салып жіберем тұрған жерінен. x1 тең болады бізде мына жақта 3-ге, x2 тең болады бізде мына жақта -1-ге. Және келесі ең соңғы жақса x -1-ді 0-ге теңестірсек, x тең болады бізде мына жақта 1-ге. То есть мына жақта x1, x2 шықты, x3, x4, x5 және x6. Бізде 6 жауап шықты. Бізде 6 жауап шықты. Енді осылардың бәрін сала бастаймын. Ең бірінші -3-тен бастаймын. Іші боялады екен. Міне мына жақта берілгеніне қарасаңыздар, міне іші боялып тұр. -3, -1, 1 және де 3. Енді бір қызық мәселе айтқым келіп тұр. Бізде -3 еселі, -3 еселі. 3 еселі емес болып қалды. Еселі емес болып қалды. Бірақ еселі еді ғой, бірақ еселі емес болып қалды. Не үшін? Қалай ойлайсыздар? Себебі бізде мына жақта тағы да бір 3 шықты. Мына жақта 2 рет еді. Мен уже 3 рет кездесіп кетті. 3 деген сан 3 рет кездесе, мен бағана айтқам, онда бұл жұп рет деген нәрсеге жатпайды. Значит, -3-тің төбесіне былай ромашка қойып қоямын, 3-ге қоймаймын. Енді -1 менде қанша рет кездесіп тұр? 2 рет. 2 рет кездессе, бұл жұп рет кездескен болып тұр. Значит, -1-ның үстіне былай ромашка тастап қоямын. Бізде бір рет қана кездеседі. Енді аламда интервалға бөле бастаймын. Былай, ромашкаларға тиіспеймін, аккуратно бит бөліп қоямын. Енді таңба анықтаймын. Әр жақшаның ішіне қарап шығу керек. Біріншісінде x квадрат бізде плюс, екіншісінде x-ның алды бізде плюс, үшіншісінде x квадратын алды бізде плюс, төртіншісінде x-ның алды бізде плюс. Енді 4 рет плюсті көбейтсем, явно плюс болады. Міне плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс деп таңбаларды қойып шығамын да, мына жақта 0-ден кіші немесе тең болғандықтан минус аралықтарды қоямын. Минус аралықтар деген ол бізде мына бөліктер. Сонда бізде жауап -3-тің өзі болып қалады. Бұл шешімге кіріп тұр ғой. Бірігу -1-дің өзі болып қалады. Фигурын жақша алып қоямын.
және де жауабын тік жақшамен жазам 1-ден 3-ке дейін. Неге тік жақша? Себебі іші боялып тұр. Бұны сіздер білесіздер. Енді, құрметті достар, осы жерде біз бөлшек рационал теңсіздік деген дүниені түсіндіргіміз келіп тұр сіздерге. Бөлшек рационал теңсіздіктер мен әшейін жаңа квадраттық теңсіздіктердің үлкен бір айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Бұл жақта ескеру керек дүние тоже теңдеуге келтіріп аламыз да, алымын нөлге теңестіреміз. Бөлімнен мүмкін мәндер жиынын табамыз. Естеріңізде бар болса, x плюс 2-ні нөлге тең емес деп қарастырамыз да, бұл жақта x тең емес минус 2-ге, x минус 5-ті нөлге тең емес дейміз да, x тең емес 5-ке деп қарастырып аламыз. Енді осы жерде тең емес болып тұрса да, мен бұны координаталық түзуге саламын. Бірақ бұл тең емес болғандықтан ішін боямаймын. Вроде үлкен немесе тең болып тұр, мына значок. Үлкен немесе тең болатын болса, біз бояушы едік қой. Бірақ бізден шешімге кірмеу керек қой мына екеуі. X минус 2 мен 5-ке тең боламайды ғой. Сол себепті ішін боямаймын оларды. Интервалға бөліп қоямын. Ешқандай айырмашылық жоқ. Және де таңба анықтаудың сол баяғы әдемі тәсілге көшемін. X-ның алдына қараймын, бізде плюс. Мына X-ның алдына қараймын, бізде плюс. Мына X-ның алдына қараймын, плюс. Енді плюсті алып 2 плюстың көбейтіндісіне бөлсен, бұл бәрі бізге плюсті береді ғой. Сол себепті таңба плюс, минус болады да. И осы жерден біз нөлден үлкен немесе тең болса, плюстарды алып бой саламыз. Сонда жауап минус 2-ден 2-ке дейін тік жақша, одан 5-тен плюс шексіздікке дейін болады. Яғни берілген бөлшек рационал теңсіздігі менің шықты деп айтамыз. Келесі есеп. Мынақта бір қызық дүние бар екен, соны айтқым келіп тұр сіздерге. Қараңыздар. Алымын нөлге теңестіреміз, бұл жақта бізде минус 1 шығады. Бөлімнен мүмкін мәндер жиынын табамыз. 3 минус x нөлге тең емес деп қарастырса, x тең емес 3-ке болады. Координаталық түзуге минус 1 мен 3-ті саламыз. Минус 1 шешімге кіреді. Себебі мынақта мынандай белгі тұр, қатаң емес деген белгі тұр. Енді интервалға бөлеміз и таңба анықтаймыз. Осы жерде таңба анықтағанда бір күшті фишка айтқым келіп тұр. Қараңыздар, x-ның алды бізден плюс, ал астында x-ның алды уже минус. Енді плюсті минусқа бөлсем не болады? Яғни бізде минус шығады. Сол себепті минус, плюс, минус деп қойып шығамда, нөлден үлкен немесе тең десе, плюс аралықты бой салам. Жауабын жазатын болсам, минус 1-ден 3-ке дейін деп жаза салам, болды. Берілген есебім әп-әдемі шықты. Келесі есеп. Мына жақта тоже бір айтарлықтай қызық дүние бар екен. X-ның квадраты плюс 7x плюс 10 тең 0-ге деп қарастырамыз. x1, x2-ні табамын, 5 пен 2. x1 тең болады бізден минус 5, x2 тең болады минус 2. Мүмкін мәндер жиыны, ММЖ. Бөлімін 0-ге тең емес деп қарастырамын. X тең емес болады минус 3-ге. Еще бұл еселі болады, өйткені квадрат тұр ғой жақшаның сыртында, міне. Еселі болған себебі міне квадрат тұр. Енді координаталық түзуге салам барлығын. Минус 5 салып қоям, бұны үшін бояп қоям. Минус 3-ті салам, бірақ оны үшін боямаймын. Және де минус 2-ні салам, оны үшін бояп қоям. Интервалға бөле бастағанда минус 3-ке ромашка тастап кетем. Себебі бұл еселі мән. Енді алымында x квадратын алды плюс, мынақта явно плюс шығады, себебі квадрат тұр. Плюсті плюсқа бөлетін болсам, плюс, минус, плюс, минус, плюс болады. 0-ден кіші немесе тең болса, минус тартып қойым. Минус тартып қойым. И жауабын жазам. Минус шексіздіктен минус 5-ке дейін, тік жақша. Бірігу, минус 2-ден плюс шексіздікке дейін. Минус 3-тің өзінің шешімге кірмегендіктен жай ғана алмай кетем, болды. Давайте тағы да бір есепті талқылап жіберейік. Бұл есепте білу керек дүние не бар? X минус 3-ті 0-ге теңестіреміз. Бұл жақта x тең болады 3-ке. Бұл еселі жақшаның ішіне жазып қоям. X минус 2-ні 0-ге теңестірсек, x тең болады бізден 2-ге. Міне, x1 шықты, x2 шықты. Және де x тең 0 деп x3 мән жазып қоям. Мына бізде ММЖ деген дүние кетеді. ММЖ. X плюс 1-ді 0-ге теңестірем. Тең емес деймін да, x тең емес минус 1-ге деймін. Үші еселі. Міне 4 дәреже тұр. 4 дәреже деген жұбы рет кездесіп тұр деген сөз. 4 рет кездесіп тұр деген сөз ғой. X плюс 5 0-ге тең емес болса, x тең емес минус 5 болады. Енді координаталық түзуге осының бәрін сала бастаймын. Минус 5-тен бастаймын. Минус 5 шешімге кірмейді. Одан кейін минус 1 болады. Одан кейін 0 болады. Налар да шешімге кірмейді. Алымдағы мәндерде. Өйткені бізден байқасаңыздар, мынандай қатаң теңсіздік тұр. Қатаң теңсіздік болса,
бізде олар шешімге кірмейді деген сөз. 3 деген еселі, міне ромашка тастап қоямын. Минус 1 деген еселі, міне ромашка тастап қоямын. Қалғандар бізде қайталанбайды. Интервалдарға бөле бастаймыз. Таңба қоямыз. Бірінші ақшаның іші явно плюс болады, себебі квадрат тұр. Мынадан плюс шығатын, x-ін алды плюс, мынада да плюс. То есть алымда бізде полностью плюс шығады. Бөлімде тоже мынадан плюс шығады, 4 дәрежеден. Мынақта тоже плюс шығады. 2 плюсті көйтсем, бұқта бөлімнен тоже плюс шығады. 2 плюсті бір-біріне бөліп жүрсем, бізде мынақта плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус болады. Нөлден үлкен десе, мына плюс аралықтарды бояп шығамын. Сонда жауап минус 5-тен минус 1-ге дейін тоқтап қалады да, дальше минус 1-ден қайтадан жалғасады 0-ге дейін деп. То есть минус 1-дің өзі шешімге кірмей тұр ғой момент. Егер іші бояп тұрса, онда сразу минус 5-тен 0-ге дейін деп жаза салушы едім. Келесісі тоже 2-ден 3-ге дейін деп жазамын да, қайтадан 3-тен плюс x-ге дейін деп жазамын. 3-дің өзі боялмай тұр іші. Егер 3-дің іші боялса, онда мен 1-ден 2-ден плюс x-ге дейін деп жазасам да болады. Өйткені 3-дің іші боялып тұр ғой, өзі сол 2-ден плюс x-ге дейін аралықта 3 жатыр ғой. Түсіндіре алдым ба? Осымен бізде тәмам. Сіздермен болғанмен Нұрғас Сәрсенбекұлы, сіздермен біз рационал және бөлшек рационал теңдестіктерді түгелімен қамтып шықтық. Сау, сәлеметте болыңыздар.